Жеңіл дәмді пайдалы Назеркеден сіздерге арнайы шығыс сәнін үстеліңізге алып келетін ерекше әрі пайдалы салат. Бұл салаттың атауын шығыс сәні деп өзім қойдым. Себебі тойымды әрі түрлі түсті көкөністерге бай салат. Бізге керекті ингредиенттер: тауық еті, қияр, қызанақ, гүлді қырыққабат, руккола, маринадталған саңырау құлақ, болгар бұрышы, ащы бұрыш және де дәмдеуіштер керек болады. Ең алдымен гүлді қырыққабатымызды ыңғайлы бөлшектерге бөліп алып, 5 минут суда қайнатамыз. Тауықтың төс етін орташа көлемде турап алып, үстіне 1-2 ас қасық соя соус құйып, 5-10 минутқа маринадтап қоямыз. Түрлі көкөністер мен қуырылған ет керемет үйлесім. Ақуызға бай, дәрумендерге толы көкөністер. Бұл салат жеңіл, дәмді әрі пайдалы. Балғын қиярымызды да орташа көлемде қиғаштау етіп кесіп аламыз. Жалпы барлық ингредиенттерді бір қалыпта бір көлемде етіп кессек, салатымыз әдемі көрінеді. Қияр, қызанақ, гүлді қырыққабат пен руккола, болгар бұрышы барлығы бірге иммунитет нығайтады, ағзаға сергектік сыйлайды. Болгар бұрышы мен ащы тәтті бұрышты бөлшектерге бөліп, дәнектері менен ақ қабыршықтарынан жақсылап тазартып аламыз. Және осылай орташа қиғаштау көлемде турап аламыз. Суған қырыққабатымызды және де маринадталған саңырау құлағымызды қосамыз. Салатымыз одан әрі дәмді болу үшін көктер қосамыз. Ас көк, ақ желкен, руккола. Маринадталған тауық етін қызып тұрған майда жақсылап қызартып қуырып аламыз. Дайын болған тауық етін қосамыз. 2-3 ас қасық зәйтүн майы, татымына қарай тұз, егер болса лимон соғын қоссаңыздар болады. Салатымызды жақсылап араластырамыз. Жасылдар мен дәмдеуіштер қосылған табиғи әрі таза дәм. Бұл салат тойымды, бірақ асқазанға ауыр емес. Бұл салатқа қажеттінің бәрі балғын көкөністер мен жұмсақ ет бірігіп ерекше дәм сыйлайды. Денсаулық пен дәм бір табақта. Көп күттірмейтін ерекше салат, шығыс сәні. Назеркеден сіздерге арнайы жеңіл дәмді пайдалы тағам. Әр дәм өзіне тән ерекше. Лайк басып, арнаға тіркеліп, пікір жазуды ұмытпаңыз.